Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. Бірінші сабақ. Сөйлеу не үшін керек? Осы тақырыпта біз сендермен әңгіме құратын боламыз. Олай болса, сабағымызға назар аударайық. Бірінші жаттығу. Суретке қара, оқы. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінуі үшін қажет. Балалар, бізге сөйлеу не үшін қажет екенін түсінген шығарсыңдар. Осы сұраққа жауап алды деген ойдамын. Сөйлеу не үшін керек? Есіңде сақта. Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Екінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар. Әркімнің өз әні бар. Өз тіліңде сөйлейді жердегі жануар. Яғни бұл өлеңнен нені түсінеміз? Бұл дүниедегі әрбір тіршілік иесінің өзінің сөйлейтін тілі бар деген сөз. Жердегі жануарлардың да өздеріне бір-біріне түсінікті дыбыстар арқылы сөйлеседі деген сөз. Балалар? Бүркіт, барыс, қасқыр да дауысынан танылар. Ана тілін білгенің маңдайының бағы бар. Балалар, бұл жер бетіндегі тіршілік иелері деп айттым жаңа. Сонымен қатар жануарлар да, бүркіт те, барыс та, қасқыр да өзіне тән дауысы бар. Біз әрбір тіршілік иесінің дауысы арқылы оның не екенін және кім айқайлап жатқанын, кім қандай дыбыс шығарғанын біле аламыз. Солай ма, балалар? Сонымен қатар біздің ана тіліміз өзіміздің мемлекеттік тіл. Біз қай тілде сөйлейміз? Әрине, қазақ тілінде сөйлейміз. Қазақ тілі ол біздің ана тіліміз. Ана тілін білгенің маңдайының бағы бар деп тұр. Өте дұрыс айтылған өлең жолы деп ойлаймын. Бұл өлең жолдары Несіпбек Айтұлы деген жазушының өлең шумақтары екен. Есімізде сақтайық. Өз тілінде сөйледі дегенді қалай түсінесің? Жануарлар сөйлей ала ма? Осы сұраққа ойланып, өз ойымен бөлісіп көр. Үшінші жаттығу. Көркем жаз. Әлденен ананың. Үйрен ана тіліңді. Балалар, біз шыр етіп дүниеге келгеннен бастап анамыз әлдилей бастайды. Ол ана тілінде сөйлейді. Яғни біздің қазақ тіліміз ана тілі деп бекер айтылмаған. Төртінші жаттығу. Сәйкестендір. Ойлан тап. Қарқылдайтын не? Суретке мұқият қарап жауап беріп көр. Қаңқылдайтын не? Шиқылдайтын не? Ырылдайтын не? Балалар, сендер өте дұрыс тапты деген ойдамын. Менің жауабыммен сәйкес па? Соны тыңдап көр. Қарқылдайтын не деген сұраққа? Әрине ол қарға қарқылдайды. Қаңқылдайтын не? Қаз қаңқылдайды.
Шиқылдайтын не? Торға немесе шымшық шиқылдайды. Иә, балалар, біз күнделікті өмірде бұл дыбыстардың барлығын естудеміз. Ырылдайтын не? Әрине, ит, күшік, иә, олар ырылдау арқылы дыбыс шығарады. Жарайсыңдар, сендердің жауаптарың сәйкес келді деген ойдамын. Балалар, сендерге қосымша тапсырма ұсынғым келіп тұр. Дәптерге өте көркем етіп жаз. Және оқиықшы, қай суретші сурет салған? Терезеде өрнек қалған. Қылқаламсыз, бояусыз, күнде оны санайсыз. Балалар, өте көркем жазамыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ өте қызықты болды деген ойдамын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.